Армысыздар ағайын, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту, қандай да бір қызметтер ұсынылса, сандық жүйеде жүзеге асыру бүгінгі күннің талабы. Осы орайда азаматтарымызға былтырғы жылы көрсетілген мемлекеттік қызмет түрлерінің деңгейі, жалпы қызмет көрсетуде қандай заңсыздықтар орын алғаны турасында бүгінгі хабарымызда сөз қозғасақ, студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті басқармасының басшысы Әбдірахманов Ердос Жақсылықұлы. Ердос Жақсылықұлы, студиямызға қош келіпсіз, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне қарасты жалпы облыстық департамент азаматтарымызға көрсетілер мемлекеттік қызметтердің сапасын тексеріп бақылап отырады. Осы орайда былтырғы жылы қанша қызметтер ұсынылды? Осы бағытта жасалған тексерістер турасында әңгімемізді бастасақ. Дұрыс айтасыз, біздің департамент уәкілетті орган болып табылады мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңға сәйкес. Осы заңның шеңберінде біздің департамент тарапынан өткен жылы 2017 жылы 78 субъектілерде әртүрлі тексеріс шаралары жүргізілді. Оның басым бөлігі мынау тұрғындардың арыз-шағымдарының негізінде, сосын өзіміздің жоспарға сәйкес тексеріс шаралары. Енді бұл тексеріс шараларының барысында былтырғы жылы 124 мыңнан аса біз бұзушылықтар таптық. Егер салыстыра отырсақ, 2016 жылы бізде 395 мыңнан аса бұзушылық табылған болатын. Яғни 68%-ға 16 жылмен салыстырғанда бұзушылықтар кеміп азайып отыр. Ол бізді қуантады, себебінде бұған бір себеп біздің департамент тарапынан өте көп бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шаралар жүргізіліп отырды. Оланы түсіндірме жұмыстары, біз әр мемлекеттік қызмет көрсететін мекемелерге барып дәрістер оқыдық, түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Біздің басты мақсат бұл бұзушылықтың алдын алу, жол бермеу соған. Енді осы тексеріс шараларының барысында жиі кездесетін бұзушылықтарды көрермендер де біліп отырсын, қандай бұзушылықтар екен. Бұл көбінесе көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің мерзімі бұзылып жатады. Мерзімі дегеніміз қазіргі таңда мемлекеттік қызмет көрсететін қызметшілердің жауапкершіліктері жоғарылады. Бұрынғы жылдармен салыстырғанда қазір бірде-бір күнге кешіктірмей мемлекеттік қызмет көрсетуге тырысып жатады. Енді 900 мыңға жуық бізде бұзушылықтар былтырғы жылы анықталып отыр. Ал енді өткен жылмен салыстырсақ, едәуір азайды. Соның өзінде де біз бұл бұзушылықтарға әкімшілік хаттама толтырамыз, айыппұл саламыз, егер мерзімі бұзылып жатса. Көп жағдайда мерзімнің бұзылуына қатысты заңсыздықтар бұзылып жатады. Енді былтырғы жылы біз 30 хаттама толтырдық. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің мерзімі бұзылған жағдайларға. Оны айтып өтейік, 24-25 факт бізде Бұқар Жырау ауданының жер қатынастар бөлімінде кездесті. Яғни 25 мәрте мемлекеттік қызмет алушылардың құқығын шектеп, яғни мерзімін бұзған, уақытында қызмет көрсетпеген. Бір ғана Бұқар Жырау ауданының жер қатынастар бөлімінен. Енді ондай кемшіліктер біздің Қарағанды облысының ауыл шаруашылығы басқармасында да кездесіп жатады. Ол жерде 78 факт анықталды. Ұлытау ауданының миграция көші-қон қызметінде бізде 600-ге жуық сондай бұзушылықтар анықталды. Енді біз бұл жұмыстарды әрі қарай жалғастыра беретін боламыз. Енді осы жылда алатын болсақ, міне қазір осы 2018-дің 2 аптасының ішінде біз 2 тексеріс шарасын жүргізіп, 4 жаңағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет мерзімін бұзу фактісін анықтадық. Оған 3 жаңағы хаттама толтырып сотқа жөнелттік. Яғни бұл фактілер әлі де болса жаңағы қызмет берушілер тарапынан әртүрлі жағдаймен жіберіліп отыр. Ердос Жақсылықұлы, сөзіңізді бөлейін. Бұрындары мысалы 3 күнге дейін, немесе 15 күнге дейін 2 апталық мерзімде құжаттар дайын болып ұсынуы керек қой азаматтарымызға. Бүгінгі таңда қызмет ұсыну мерзімі азайтылды ма? Осыған қатысты қандай жаңашылдықтар бар? Біздің департамент тарапынан үнемі осы жұмыстарға біз талдау жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Енді біздің агенттік әртүрлі ұсыныстар енгізіп, жаңағы әртүрлі министрліктерге жаңағы стандарттарды дайындайтын оптимизация жөнінде жұмыстар жүріп жатыр. Яғни жылдан жылға көрсетілетін қызметтердің мерзімі қысқарып, оған өткізетін құжаттардың саны да азайып келе жатыр. Яғни бұның бәрі жүйелілеу, жаңағы цифрлық форматқа көшіру, яғни халыққа қазіргі таңда біздің елбасының бізге қойып отырған тапсырмасы жаңағы ең аз құжаттың саны мен
ең аз мерзімде сапалы қызмет алу. Міне біз соған көшіп келе жатырмыз. Мынау өркениетті дамыған Еуропа мемлекеттерінде сияқты. Ол тұрғысынан жылда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда көрермендер де біліп отырсын, 30 мемлекеттік қызметтің түрін жаңағы электронды қолтаңбасыз алуға болады. Яғни смартфондағы гаджеттар арқылы жаңағы бір сандық код келеді, соны теріп, яғни үйде отырып та, жұмыста жүріп, автокөлікте отырып та жаңағы қызметтерді смартфон арқылы алуға болады. Ол қандай қызметтер мысалы? Енді бізде әлеуметтік қызметтердің түрі көп, халық жиі алатын. Бұл жаңағы мекен жай анықтамасы, тұрғын үйге берілетін анықтама, не болмаса жаңа сотталғаны, сотталмағандығы жөніндегі анықтамалар. Осының бәрін қазіргі таңда ешқандай электронды халыққа қызмет көрсету орталығына бармай үй жағдайында мобильдік қосымша көмегімен алуға болады. Ол биылғы жылдың жаңашылдығы. Бұл былтырдан бері қалыптасып келе жатыр. Биыл сол қызметтердің асып жатыр. Оның санын әлі көбейтуге жұмыс жасалынатын болады. Енді осы орайда азаматтар қанша күн тосуы керек? Шамамен айтып өтсеңіз, қанша мерзім? Бұл жерде жаңағы стандартпен белгіленген мерзімге байланысты қазіргі таңда бізде 749 мемлекеттік қызметтің түрі бар. Сол әр қызметтің өзінің белгіленген мерзімі бар стандартпен. Бір қызмет бір күннің ішінде көрсетіледі, бір қызмет 5 күннің ішінде, бір қызметтер бар бір айдың көлемінде көрсетілетін. Яғни біздің қазір қызмет берушілерге қойып отырған нақты талабымыз стандартта белгіленген мерзімнің ішінде көрсетілу керек қызмет. Одан асып кетсе, ол жаңа қызмет алушының құқығы бұзылады. Ол біз үшін төтенше жағдаймен тең, оның бұзылған құқығын қалпына келтіру біздің негізгі жұмыстың біреуі. Жаңа сөзіңізде айтып өттіңіз, Бұқар Жырау ауданының жер қатынастары бөлімінде 25 заңсыздық анықталды деп мерзім кешіктірілуге қатысты. Басқа қай бөлімдер, қандай да бір қай басқармалар осындай заңды келтсе етіп отыр? Білместіктен болғанда бұл жерде жаңағы мемлекеттік қызмет берушінің жаңағы өзінің функционалдық міндеттерінің жоғары деңгейде білмеуінен бірінші кезектен, екінші кезектен жаңағы кадр тапшылығы да бізде бар әлі күнге дейін. Мысалы, өзіңіз білесіздер, ауылды жерлерде жаңағы бос орындар өте көп мемлекеттік қызметте. Яғни кей жерде жаңағы кадрлардың жетпеуінен, бірақ оның бәрі бізді ешқандай жаңағы жауапкершіліктен құтқармайды. Себебінде заңмен белгіленген мерзімдер бар, сол мерзімдерде қызмет көрсетілу керек. Енді ондай кемшіліктер бізде мына Ақтоғай ауданында да шықты, Ұлытау ауданында, барлық аудан қалаларда қай жерде тексеріс жүргізбесек те, бұндай кемшіліктер біздің департамент қызметшілерімен анықталып отырады. Мерзімді кешіктіруден бөлек қандай заңсыздықтар тіркеледі? Енді мерзімді кешіктіруге мен айтып өтсем, маман жетіспей жатыр, кадрлар ауылдық жерлерде деп. Одан басқа қандай заңсыздықтар? Енді тағы көп кездесетін заңсыздық бұл мемлекеттік қызмет көрсету кезінде бизнес процесс дейміз, соның бұзылуы. Яғни ең бірінші құжат кеңсеге келіп түсу керек, кеңседен барып басшыға барады, басшы жаңа орындаушыны анықтап орындаушыға жібереді нақты маманға, маман дайын нәтижені алып басшыға береді, басшы қол қойып кеңсеге береді. Яғни дайын нәтижені қызмет алушы кеңседен келіп алып кету керек. Бұның бәрі регламентта мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің жаңағы этапымен бәрі нақты көрсетілген. Енді бізде жаңағы ауыл жерлерде қалай? Қызмет беруші маманның өзіне тікелей келіп өтініш жазып кетеді. Осындай анықтама жазып берші дейді. Ол мынау көбінесе ветеринария саласында болып жатады. Яғни ветеринарный жаңағы дәрігердің өзіне тікелей келеді да, қызмет беруші канцелярия жаңағы кеңсесіз сол жерге келіп құжаттарын беріп кетеді. Соны құжатты қабылдап, жаңағы бизнес процесті бұзып, өзі анықтама жазып беріп жатады. Оны не кеңсе білмейді, не басшы білмейді. Бұл кезде жаңағы сыбайлас жемқорлыққа алып келетін тәуекелдер болуы мүмкін. Себебінде жаңағы тікелей байланыс болады қызмет беруші мен қызмет алушының арасында. Өзіңіз білесіз, халыққа қызмет көрсету орталықтары осыдан 10 жыл бұрын құрылған себебі елбасының тікелей тапсырмасымен құрылған болатын. Бұл жаңағы бір терезе қағидасы шеңберінде мемлекеттік қызмет көрсетілу керек. Яғни жаңағы байланыс болмау керек қызмет беруші мен қызмет алушының арасында. Байланыс болған жағдайда бұл әртүрлі жаңағындай сыбайлас жемқорлыққа алып келетін тәуекелдер туғызуы мүмкін. Сондықтан қазір біздің мынау электронды форматқа, цифрлық форматқа қызметтерді көшіріліп жатқан жұмыстың бәрі осының шеңберінде. Бұның бәрі егер болашақта көшірілетін болса, сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдері азаяды. Мына өзіңіз білесіз, әртүрлі жаңағы бізде сыбайлас жемқорлықпен ұсталып жатқан қызметшілер бар, әртүрлі бұзушылықтар бар. Бұның бәрі осы мемлекеттік қызмет алу кезінде көбіне кездеседі. Себебінде
Бұл жерде жаңа әртүрлі лицензиялар беріледі, әртүрлі сертификаттар беріледі. Соны жылдам алғысы келеді, толық құжатсыз алғысы келеді. Осы уақытта жаңағы пара беру, пара алу деген осы үрдісте қалыптасып қалған. Сондықтан қазіргі таңда ең бірінші халық өзі жаңа гаджеттерді пайдаланып, электронды үкіметтің порталын пайдаланып, үйінде отырып, таныс тамыр іздемей электронды форматта қызмет алатын болса, ол өзіне жақсы. Екіншіден, бұл жерде уақытын үнемдейді, қаржысын үнемдейді, жаңағы жол шығыны сияқты. Үшіншіден, бұл жерде бізде тәжірибе көрсеткендей, біз әртүрлі мониторингтер жүргізіп отырамыз ғой, сонда мемлекеттік қызмет үкімет арқылы түсіп жатса, портал арқылы, ол жерде мерзімі жиі бұзыла бермейді. Себебінде ол жерде жаңағы әртүрлі ақпараттық бағдарламалар ескертіп отырады. Мемлекеттік қызметтің мерзімінің таяп қалғанын көрсету мерзімі. Сондықтан халыққа да біз айтамыз, біздің облыстың тұрғындарына мемлекеттік қызметті нақтырақ шақырамыз, электронды портал арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы алуды. Заңдық үлгіде алсыныз. Енді жаңа айтып өттіңіз, ауылдық жерлерде, мәселен ветеринар врачқа барып, маған осындай малыма қатысты анықтама жазып бер деп. Ол ешқандай құжатқа қарамастан канцеляриясы жазып береді. Оны сіздер қалай анықтайсыздар? Тексеріс барысында өтініштерді біз көтеріп қараймыз ғой. Сол өтініштерде егер ол кеңсемен өтетін болса, кеңсенің кіріс номері болу керек. Басшыға барса, басшының резолюциясы болу керек. Біз тексеріс барысында құр таза өтінішті көреміз, не басшының резолюциясы жоқ, не кеңсеге тіркелмеген. Сондықтан осы бизнес процестің бұзылғандығын заңсыздық анық көрініп тұрады. Ондай жағдайда қандай шара қолданасыздар? Енді өздеріңіз білесіздер, жауапкершіліктің үш түрі бар. Бұл тәртіптік, әкімшілік, сосын қылмыстық. Әр кез келген жаңа мемлекеттік қызмет көрсету барысында бұзушылықтарға жол берілсе, кез келген жаңағы өзінің сипатына байланысты шараға тартуға болады. Біз енді бұл бизнес процесс бұзылып жатса, біз тек қана тәртіп жауапкершілікке тартамыз. Егер негізсіз бас тарту болып жатса қызмет беруден, не болмаса мерзім бұзылып жатса, онда біз әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Әкімшілік жауапкершілікке тартылған адамға қандай шара қолданасыздар? Сөгіс жариялана ма, әлде қандай да бір айыппұл? Айыппұл. Былтырғы жылы мысалы 17-ші жылы 50 айлық есептік көрсеткішті құрайтын болса, міне осы бір аптаның көлемінде ғана болды, өзгерістер енгізіліп жатыр жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексқа. Енді 20 жаңағы айлық есептік көрсеткішке азайды. Себебінде 50 айлық есептік көрсеткіш біздің ойымызша өте көп. Себебінде 50 айлық көрсеткішіңіз қазір 130 мыңның шеңберінде, ал мемлекеттік қызметшінің айлық ақысы бір 50-60 мың. Сондықтан жаңағы азайғаны бір жағынан дұрыс деп санаймыз. Орында деп санайсыз ғой. Енді осы орайда міне бір рет анықтама құжатын жазып берді. Енді білместіктен бе, әлде таныс тамыры ма, ағайын туыс па жазып берді. Ондай жағдайда жаңағыдай айыппұл салынады ғой. Жоқ, әлде алдымен сөгіс тәртіпке жауап. Ал айыппұл жаңағыдай мерзімі бұзылып жатқан кезде. Иә, дұрыс айтасыз. Айыппұлды біз тек қана жаңа лауазымды тұлғаға ғана саламыз, себебінде бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің талабы. Сонда біз жаңа мамандарға осы уақытқа дейін айыппұл салып көрген емеспіз, өйткені біз онда жаңағы кодекстің талаптарын бұзамыз. Тек қана бірінші басшылар соларға жауапты болады. Өйткені жалпы басшылық сол кісілерде жаңағы рұқсат беру құжаттарына қол қоятын сол кісілер, сондықтан жауапкершілікке тартылатын сол лауазымды тұлғалар. Ердос Жақсылықұлы, жаңа айтып өттіңіз, биылғы жылы да 2 мәрте тексеріс жүргіздік деп. Осынау тексерістерді сіздер қалай жүргізесіздер? Бұл жоспарлы, рейдтік жұмыстар ма, әлде қандай да бір арыз шағым бойынша тексеріске шығасыздар ма? Біз үш түрлі жағдайда тексеріс шараларын аша аламыз. Біздің әр тексеріс шаралары статистика басқармасында прокуратураның тіркелініп отырады. Міндетті түрде біз тіркеусіз өзімізден еркімізден тексеріс шараларын ұйымдастыра алмаймыз заңға сәйкес. Ең біріншіден біздің өзіміздің жоспар бар. Жоспарға сәйкес тексеріс шараларын жүргіземіз. Екінші, арыз шағым түсіп жатса тексереміз. Үшінші, жоғары тұрған біздің агенттіктен немесе прокуратура тараптарынан тапсырма болған жағдайда тексереміз. Енді мынау кейінгі екі тексерісті біз жаңағы агенттіктің бізге берген тапсырмасының негізінде аштық. Себебінде бізде әртүрлі ақпараттық бағдарламалар мен мониторинг жүргізіп отырады мемлекеттік қызмет берушілердің көрсетіп отырған қызметтеріне. Сол кезде жаңа мерзімдерінің бұзылу фактілері анықталып, мониторинг нәтижесінде бізге тапсырма алдық. Сол тапсырманың негізінде Қарағанды қаласы әкім аппаратында тексеріс жүргіздік. Сосын Қарағанды облысының табиғи ресурстарды басқару басқармасында жүргіздік.
Тексеріс қорытындысы бойынша қансыз? Тексеріс қорытындысы бойынша жаңа 4 бұзушылық табылды, мерзім бұзу фактісі. Соған біз жаңа басқарманың бөлім басшысына хаттама толтырдық, сотқа жолдадық. Енді соттың нәтижесін күтетін боламыз. Өткен жылдың соңында сіздердің бастамаларыңызбен облыстағы жоғарғы оқу орындары мен мемлекеттік корпорация арасында өзара меморандумға қол қойды. Электрондық үкімет порталды қолдану арқылы сол аясында мемлекеттік қызмет алу турасында. Осы жұмыстар бүгінде қаншалықты нәтижелі болып отыр? Өте орынды мәселені көтеріп отырсыз. Бұл біздің бастамамызбен өткен жылдың аяғында меморандумға қол қойылған. Оның мақсаты жоғарғы оқу орнының студенттері мен оқытушыларын электронды порталмен жұмыс жасауға үйрету. Бұған үйрететін біздің мемлекеттік корпорацияның қызметшілері, халыққа қызмет көрсету орталықтарының себебінде студенттер жоғарғы оқу орындарының ол болашақта біздің қызмет алушы белсенді қызмет алушылар болып табылады. Сондықтан біз бұны қазіргі таңда мектептің 10-11 сыныптарының оқытушыларымен де жұмыс жасап жатырмыз. Оларды да үйретіп жатырмыз, алып жаңағы порталмен жұмыс жасауды. Яғни бұлар болашақта мемлекеттік қызметті мемлекеттік мекемеге бармай-ақ портал арқылы алу мүмкіндігін сол оқу орнында жүріп үйреніп шығады. Бүгінде үйретіп жатсыздар? Үйретіліп жатыр. Қазіргі таңда 2000-ға жуық студенттер бізде сол оқудан өтті. Біздің жоғарғы 7 оқу орындарында, осы Қарағандының басында орналасқан, соларға халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері барып, сол шараларды ұйымдастырып оқытып жатыр. Енді оның әсерін біз қайдан білеміз? Былтырғы жылы көрсетілген қызметтердің жалпы пайызбен бөлетін болсақ, 73% электронды түрде көрсетілді. Ол деген бізді өте қуантады, себебінде жаңағы сол студенттер бар, соның қатарында қызмет алып жүрген, оның қатарында жаңағы порталмен жұмыс жасау білетін біздің белсенді жаңағы қызмет алушылар. Бұл үлесті біз осы жылы одан әрі қарай ұлғайтқымыз келеді. Сол бағытта жаңағы жергілікті атқарушы органдармен біраз жұмыс жасайтын боламыз. Яғни барған сайын сандық форматта қызмет алып үйреніп жатыр. Жоғарғы сынып оқушыларын да үйретеміз дедіңіз. Былтырғы жылы тамыз айында жаңағы мемлекеттік корпорация мен білім басқармасы жанында меморандумға отырған болатын. Былтырғы жылдан бастап осы 17-18 оқу жылында сол меморандум шеңберінде 9-11 сыныптың оқушылары порталмен жұмыс жасауды үйреніп шығатын болады. Ердос Жақсылықұлы, енді адами фактор болғаннан кейін қаншалықты енді заң аясында жұмыс істе дегенмен, сіздер сөйтіп насихат айтқанмен, алдын алу жұмыстарын жүргізгенмен, бәрібірде бір келте тұстары болады ғой. Жаңағы мерзім бұзылып жатады. Осындай жағдайда азаматтар қайда хабарласу керек? Қандай да бір құжаттарды артық сұрата берсе, жұмысы бітпесе, әбден әуре сарсаңға түсіп, тау шағылса, не істеу керек азамат? Дұрыс айтасыз. Сіздердің бағдарламаны пайдаланып отырып, біздің облыстың тұрғындарына айтып өтейік. Егер олардың қызмет алу кезінде құқықтары шектеліп, олардан артық құжат сұрап жатса, стандартпен көзделмеген, мемлекеттік қызмет алу кезінде мерзімдерін бұзып жатса, не болмаса басқа да жаңа бизнес процесс бұзылып қызмет көрсетпей жатса, біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментіне 50-40-66 нөміріне хабарласып, немесе Қарағанды қаласы Бейбітшілік бульвары 39 біздің мекен-жайымыз, соған шағымдарын білдіруге болады. Біз жаңа құқығы бұзылған әр мемлекеттік қызмет алушының құқығын қалпына келтіру, ол біздің тікелей міндет. Соған жұмыс жасайтын боламыз. Сіздерге тікелей сол халыққа қызмет көрсету орталығында болсын, сол мекемеде тұрып хабарласуға болады ғой, қоңырау шалуына болады. Енді айтып өтсіз, артық құжаттар сұратпау керек деп. Енді қызмет алып жатқан азамат қайдан біледі? Мысалы, қызмет көрсетуші айтады, мен осындай құжаттарды әкел дейді. Ал о жерде бланкада мәселен көрсетілмейді ғой, осындай құжаттар керек деп. Артық құжат сұрап тұрғанын қайдан білуге болады? Әр мемлекеттік қызмет көрсетілетін кеңседе қызмет көрсететін орында мемлекеттік қызмет көрсетудің стандарттары ілініп тұр. Қандай құжат керектігі жазылып тұр? Сонда жазылған. Сол стандартты алып, сол бойынша өзінің жаңағы құқықтық
жағдайын қорғап шығуына болады. Ол барлық біз оны қадағалаймыз, барлық интернет ресурстарда жарияланған ол стандарттар, барлық кеңселерде ол ілініп тұр екі тілде. Соны алып өзінің жаңағы қандай құжат өткізу керектігін алдын ала білуіне толық мүмкіндік жасалынған. Айтып өттіңіз, әсіресе ауылдық жерлерде маман тапшы деп. Енді сіздер уәкілетті орган ретінде осы маманды толықтыру, бос вакантты орындарды толықтыру мәселесіне қаншалықты атсалысып жатсыздар, әрекет етіп жатсыздар ма осы бағытта? Бұл уақытта біз ешқандай әрекет ете алмаймыз, себебінде бұл бос орындарға конкурстың негізінде ғана келеді. Біз оны біреуді жаңа ұсынып, ондай жұмыс жасауға болмайды, заңмен тыйым салынған. Бірақ ниетті азаматтар бар ғой, мемлекеттік қызмет ұсынуға еңбек еткісі келетін. Енді әртүрлі конкурстардан өтіп келген әр қызметшіге мемлекеттік мекеменің есігі ашық. Мемлекетіне қызмет етем, адал қызмет етем, халыққа қызмет көрсетем, сапалы деген әр маман өзі таңдап мемлекеттік қызметке келеді. Ердос Жақсылықұлы бүгін хабарымызға қатысып, мемлекеттік қызмет көрсету барысындағы былтырғы жылғы жұмыстарды қорытындылап бергеніңізге көп алғысымды айтамын, рахмет. Құрметті көрермен, осымен постскриптум бағдарламасының кезекті саны тәмамдалды. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментіне қарасты басқарма басшысы Ердос Жақсылықұлы Әбдірахманов. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.